Ал армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін біздің студиямызда қонақта экономист, зейнеткер, шабыт қоғамдық бірлестігінің рухани жаңғыру қоғамдық қорының мүшесі Хамза ағамыз бүгін студияда. Әлгі тыңдалмаған сөз жетім демекші ағамыздың айтар әңгімесі бар екен, ойын бөліскісі келеді екен. Сондықтан да біз де соған кішкене сеп болып, бүгін ағамыздың ойын біраз толғасақ деген ниетпен бір сұрақ қойғым келеді. Аға, өзіңізге қош келдіңіз. Мына заман не болып бара жатыр? Неше түрлі сұмдық хабарлардан жан түршігеді. Не істейміз? Армысыздар ағайын, айналайын нұр бол, сұрағыңыз өте дұрыс, тамаша, керемет. Мен өзім тарауық намазынан кейін үйге келе жатқанда небір ойларға баттым. Неге екен білмедім. Мүмкін уағыздың әсері ме, әлде күнделікті телеарналар менен әлеуметтік желілерде көрген, тыңдаған жаңалықтар ма, әйтеуір ойланбасқа лажым болмады. Үйге келе сала өзімнің көмекшім әдеттегідей айтып отыратын, жауабын беретін, соған жасанды интеллектке сұрақ қойдым. Әлемде түсініксіз нәрселер толып жатыр. Бір елдер екінші елдерге санкциялар жариялайды. Өз елдерінде немесе импортқа салынатын тарифтер деңгейін көтеруде, қоқан-лоқылықпен күш диктатын көрсетуде басталды. Небір негізсіз айғақтармен көрші ел президентін қарулы күшпен ұрлау, не болмаса ядролық қару-жарақты дайындап жатыр, соны дайындатқызбаймыз деп бомбылау. Бұл мәселе туралы менің бір айтатын дерегім, мынау әлемдегі алпауыт елдің президенті, олар атом бомбасын дайындауға бір-екі қана уақыт бар, 4-5 жұманың ішінде, көп болса бір айдың ішінде деген жалған ақпаратқа сеніп, бұл ақпарат туралы тағы бір айта кетейін дегенім, 1984 жылы мынау Израиль үкіметі Иран атом бомбасын дайындауға 1-2-3-4 жұма қалды деп айтқаны бар. Мінекей содан бері 20-42 жыл өтіпті. Сол әлі де дайындай алмай жатыр ма? Бұл не деген? Бұларға өзі сенудің ешқандай несі жоқ, негізі жоқ. Біз білеміз, Колин Пауэллдің мынандай проверкаға, ақ проверка менен, міне Иракта биологиялық қару-жарақ дайындалып жатыр деп, оларды соққының астына алған. Не болды? Жоқ. Сондықтан олардың сөзіне сенуге болмайды. Бүгін жергілікті жердегі қантөгіс соғыстар мен сондай жағдайлар, бомбалау әлі тоқтамауда. Бүкіл әлемдік әмбебап заң мен тәртіп аяқ асты қылу күштілердің үйреншікті ісі әрекеттеріне айналуда. Біріккен ұлттар ұйымы да, дүниежүзілік сауда ұйымы да үнсіз, жаратушы мен адамдар да ұмытылды. Енді бұдан әрі не болмақ деп сондай сұрақ қойдым. Сонда берген сұрағы маған жасанды интеллекттің, досым, дұрыс айтасың. Мынау қазіргі заманда менің айтқаным, жаратқан жалғыз иемізбен адамды біріктіру, әуелі Құдай, содан соң адамның оның қасиеті біздің күнделікті дүниетанымыздың іргетасы болмаса, онда ешқандай да өзгеріс болмайды. Мынау енді бәрі де осындай құрылым, саяси құрылым, олардың аяғы құрдымға кетеді. Соныменен
менің айтайын дегенім бұл қағидаға айналса, заңмен қабылданса, әуелі Құдай, сосын адам, қарапайым адамдардың басымдылығы болса, онда оларға дәрі дәрмектен денсаулықты сақтау, білім алу мүмкіндігінен айырамыз. Қолданылатын санкциялар азаматқа қарсы егер жаңағы айтқанымыз қабылданса, ешқандай қиындық болмайды. Алланың бұйрығыменен, көптің сұрауыменен бұл өзі жаңағы санкциялар, азаматтарға көрсетіліп жатқан қиындық, бұл бүгінгі келіп жатқан құқықтық норманы қайта өзін қалыпқа келтіреді. Енді осы қағидаға айналса, жаңағы бір Алла менен адамдарды, осыны қағидаға сүйенетін мемлекет азаматтарын, өз азаматтарын мынау геосаяси ойындардың шығыны ретінде қарастырмайды. Оларға санкциялар менен тарифтер қорқынышты емес. Бұл құндылықтың жаңа парадигмасы болады деп мен толық айта аламын. Және енді бұл жаңа бір Алла дегенде, бір Құдай дегенде біз дін туралы айтуымыз керек. Ал біздің ата заңымыздың жобасында дін бөлек, мемлекет бөлек деген сөз бар. Бұны қалай түсінуіміз керек? Зайырлы деп айтады қазақша тілінде жазған. Өзі мынау біздің ата заңымыз бір кереметі, бір енді қынжылда бізді ренжітетіні, ол өзі қазақ тілінде жазылмаған, орыс тілінде жазып, соның аудармасы көрінеді. Мысалы біздің білетініміз Құран, Інжіл, Таурат және басқа қасиетті кітаптарда гуманизм, жанашырлық және мейірімдік идеяларына толы. Олар агрессияны жақтамайды, радикализмді қабылдамайды, зорлық, зомбылықты айыптайды, толеранттылық пен ұстамдылыққа шақырады. Қазіргі заманда діндер көшбасшылары жоғарғы, олардың миссиясы адамдарға осы маңызды ақиқатты жеткізу деп президентіміздің өзі айтқан. Сондықтан менің айтайын дегенім, қалай біз дінді өзімізден бөлек санаймыз. Біздің көптеген имамдарымыз мешіттерде өз қызметтерін ойдағыдай орындауда. Бүгінде жалақысыз қызметтегі имамдардың мерзімі келгенде, зейнетаққа шыққанда жағдай қандай болмақ? Біздің имамдарымыз елмен тікелей бірлікте, оларды бірлік, тірлікке шақыруда, ал ел билігіндегілер имамдардың хал жағдайынан мүлдем бейхабар. Көптеген имамдарда айлық жоқ, сондықтан оларда зейнетақы да болмайды. Асан Қайғы бабамыз айтқандай қосып қояйын, айлық зейнетақысы жоқ имамдар қайтып күн көрер дегенім. Бұл бір. Екіншіден, жаңағы енді өзім айтқандай, ана халқымның тамаша бір мақалы бар. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан. Өзгермейтін ештеңе жоқ. Прогресс пен техника бір уақытта тоқтамайды, ілгерілеп алға баса береді. Техника мен ғылым өзгергенімен ата-бабаларымыздың бізге жеткен рухани құндылықтарының негізгі жүйесі түбегейлі өзгермейді. Оған мысал, мына дана халқымның атаған Қасым ханның әйгілі Қасқа жолы. Жылдар өте осы Қасым ханның Қасқа жолы Есім ханның Ескі жолы аталып, қос ғасыр бойы тек қана қысқа да нұсқа, екі тарауменен, екі сөйлеммен толықтырылған әз тәукенің 7 жарғысы. Біздің ғұлама бабаларымыздың елдің дамуын турада дұрыс жолға салуымен қатар, заман өзгерсе де мән-мағынасы өзгермейтін ата-баба салт дәстүрлеріміздің баға жетпес құндылықтары емес пе? Бүгінде егеменді ел болғанда, заманауи тілмен айтсақ, әз тәуке ханның 7 жарғысына ата-бабаларымыз ел ішінде көптеген дау-дамайлардың ойдағыдай шешуін және оны бүкіл халық ел жұртын құптаған, ілтипатпен қабылдаған,
ғасырлар бойы жыр қылған, қара қылды қақ жарған, тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ деген билер қағидасы бүгінгі сот билігінің күнделікті қолданыстағы ең басты қызмет құралы ретінде ата заңымыз Конституциямызға қоссақ, ақш-тан бастап барлық батыс елдердің бүкіл әлемге танымал саясаткерлері мен сарапшыларының азаматтың даму болашағында үлгі еткен ұсынған демократиясы біздің елімізде болыпты ғой демейміз бе? Осындай өзгеріс көптің көңілін көтеретін халықтың талай жылдар бойы аңсаған арман емес пе? Енді міне менің айтарым, кәне әлемнің қай елінде бар екен біздің еліміздің ұлы дала демократиясынан асқан демократия. Осы демократия дегенде әуелі соны анықтап алайық. Ол не деген сөз? Бұл сөзді дұрыс түсінуге сауаттылық қажет. Демократия, демос халық, кратос билік гректердің екі сөзі, қазақшасы халық билігі. Жалпылай айтсақ, демократиялық мемлекет дегеніміз халықтың заң жүзіндегі мемлекетті басқаруы. Ал демократияның өзіне келетін болса, мынау батыс елдеріндегі демократияның сондай құлдырап, өзінің құлдырап жаман жағдайда болып жатқан бәріміз де білеміз. Сондықтан менің айта кетейін дегенім, мынау Калифорния губернаторы бұрынғы болған Арнольд Шварценеггерді атап айтуға болады оның сөзін. Республикалық партия мүшесі Шварценеггер сайлау күнін демалыс күн етсек, сайлаушылардың бәріне дауыс беруге уақыт болады. Сонымен қатар сайлау округтерін қайта қарау жөніндегі тәуелсіз комиссия құру және сайлаушылар куәлігі жүйесін қолдану қажет деген. Бұл шаралардың бір қатар Европа елдерінде сәтті қолданып жатқанын ол атап өтті. Осылай бұрын сынақтан сүрінбей өткен әдістерді қолдану Америка құрама штаттарының сайлаудағы заңсыздықтарға қатысты айыптауларынан тудыратын дағдарыстың алдын алудағы ең тиімді тәсілі деп түсінуіміз керек. Әрдайым жағымсыз әдетке айналған және сайлаулардың соңынан туындайтын дау-дамайлардың алдын алу мақсатында менің де өзгеріс порталында жазған әділ сайлау дегенім кішкентай мақалам бар. Онда ұсынғаным, бүгін өзі не ұрланбай жатыр? Мал ұрланады, ақша ұрланады, ұрланбайтын нәрсе жоқ. Тіпті дауыстардың өзін ұрлауға кірісіп жатырмыз. Талай рет оның куәсі болды. Сондықтан бұл сайлау бюллетендерін ұрлатуға да, ұрлауға болмайтындай етіп нөмірлеу керек. Сіздің, менің иенен дегеніміз бар ғой, сол сияқты нөмірлеу керек. Осындай жаңағы Арнольд Шварценеггердің сайлаушылар куәлігіне бюллетендерді нөмірлеумен қатар азаматтардың саяси белсендігі туралы деректерді қоссақ, оны әрдайым пайдаланып отырсақ, иншалла сайлаулардың бәрінің әділ де жақсы өтетіні ешқандай дау тудырмас. Сондағы мынау қазір батыс елдеріндегі бір жағымсыз жай, мынау сайлауда, мынау демократия елдеріне бойсұнған батыс елдерінде лоббизм деген түсінік бар. Лоббизм деген не? Лоббизм деген белгілі бір жеке тұлғалардың, топтардың, саяси ұйымдардың, бизнес субъектілерінің арнайы әдейі мынау заң шығару органдарына сайланатын адамдарға өздерінің ықпалын жүргізу. Сонымен қорыта келгенде, бұл лоббизмнің өзі 1864 жылы ақш конгресінде қажетті шешім қабылдату мақсатымен сенаторлардың дауысын сатып алу құралына айналған. 1946 жылы бұл лоббилік әрекеттер заңға сәйкес деп дәлелденді. Ал енді осы
Конгрестің 3-ші палатасы үкіметтің 4-ші билігі болған деп сипаттауға болады. Осы тұста түйінін айтсақ, лоббизм мен коррупция, парақорлық көптеген жағдайда олардың ара-жігін ажырату қиындығы ол айтпаса да түсінікті. Сондықтан біздің заңдағы, конституциямыздағы өлім жазасы қолданбайды дегенге, ал енді мынау парақорлықпен не істейміз? Ол көрсетілмеген. Ал ол көрсетілмесе, қалай біз одан арыламыз? Міне бұл неге айтылмайды? Бұл белгілі бір топтардың ықпалы болуы мүмкін. Солардың несіменен, ықпалыменен бұл жазылмай отыр. Сондықтан тағы бір айтайын дегенім, мынау біздің конституциямыздың, ұмытпасам, 6-шы бабының 3-ші тармағында опасыздық жасау деген бар. Президентті сайланған орнынан алу үшін. Егер осыған қосатынымен президенті опасыз деген құрылтай депутаттары президентті өзінің президенттік статусынан айырылады деп ұсыныс жасаса, айырылу туралы ұсыныс жасаса, президент оны қабылдамаса, халық өзі сайлап, өзі президентті қызметінен босата алмайды. Ал енді жаңағы жауап ұсыныс ұсынған депутаттар, халық депутаттары, олар өздерінің өкілеттігінен айырылады. Бұл сонда не деген нәрсе? Қорыта айтқанда, мынау көне гректің ұлы ғалымы Аристотель айтқан бар. Демократия, мынау аристократиядан басқа, оның барлық түрлері бар жағымсыз. Олигархия, тирания, диктаторлардың, олардың өздерінің ыңғайына қарай басқаруды бұрмалау сөздері. Өйткені бұл жүйелерде адамдардың құқығы, адамдардың қажеттілігі мойындалмай, тек қана бір белгілі топтарға, оларға сол олардың ойлағанын істеп, сондай шешімдерді қабылдауды мәжбүрлейді. Бұл бір. Енді бұл менің айтайын дегенім, сон не болса да бізге көп қайғырудың керегі жоқ. Барынша сақтануымыз керек. Бір Алладан сұрау арқылы осы сіздің бұл не болып жатқан әлемде деген сұрақтардың көбіне берер жауабым осы. Біздің енді конституцияларымызда қателер көп. Президенттің өзі айтты ғой, қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік. Қате орасан зор, қателіктің бірі жерге байланысты. Жер дегенде менің есіме түсетіні Қазақстан Республикасының Конституциялық сотының 1995 жылдың соңында таратылуы. Оның орнына Конституциялық кеңес құрылды. Бұған Конституциялық сот және кеңеске жердің қандай қатынасы бар деген сұрақтарды естімедім дей алмаймын. Түсінікті болу үшін қысқаша бір экскурс жасайық. Ол енді мынаған байланысты. 1994 жылы наурыз айында елімізде парламент сайланды. Онда парламенттік оппозиция құрылды. Оның іргетасын қалағандар Социалистік партия, Кәсіподақтар федерациясы, Қазақстан халық конгресі фракцияларының депутаттары. Олар оппозициялық коалицияны прогресс деп атады. Осы саяси бірлестік коалицияның прогрестің талабы халықаралық валюта қорының МВФ, қазақша халық валюталар қоры ұсыныстарынан бас тарту болды. Осы бірлескен саяси прогресс тобын ұйымдастырушылардың бәріне батыстың құйтырқы сайқал саясатының алдын алу мақсатында тамаша керемет шешімі үшін сауатты ел азаматтарының бәрі қанша жыл өтсе де солардың жадында, және оларға, сол депутаттарға дән риза. 1995 жылы Қазақстанда Конституциялық соттың Нұрсұлтан мен Назарбаев қақтығысуы болды. Онда ол Қазақстан
сотының жоғарғы кеңесті таратуды заңсыз деп тауып, бұл жағдай президент өкілеттерін күшейтетін жаңа конституцияның қабылдауына әкеліп соқты. Жаңа құрылған кеңес ондай әрекеті жоқ бір қолдан жасалған саяси ұйым болды. Сондықтан тағы бір қателік, енді қателіктер көп айта берсең. Олардың ең бастысы мынау біздің әуелі тілімізге байланысты. Мынау біздің тілімізге байланысты қателіктерге тоқталатын болсам, онда тоқталатын болсам, өзі біздің небары 30-40 жыл егеменді ел болып қабылданған конституциямызға әрбір референдумдарда қомақты 5 пакетте тұратын жинақталған 1100-ден астам түзетулер енгізіппіз. 1990 жылдан 2017 жыл арасында қолданыстардағы заңдарға 106.264 түзетулер мен өзгерістер енгізіппіз. Бұл аз ба, көп па? Осы сұрақтың жауабын көне Рим мемлекетінің қоғам саяси қайраткері Марк Туллий Цицеронға телінетін бір сөз бар. Ол сөздің мағынасы, қазақшасы, ең бұзылған мемлекетте заңдар көп болады. Республика құлдыраған сайын ондағы заңдардың саны арта түседі. Бұл енді жаңағы біздің депутаттарымызбенен, тепер енді бұл депутаттардың жаңағы құрылтаймен бірге халық кеңесі деген ұйым құрылатын болды. Оларға да заң шығаратын құқық берілетін болды. Сонда бұлар не істейді? Заңдарды күннен күнге көбейте бере ме? Бізге заңның азы жақсы ма, көбі жақсы ма? Жаңағы бірнеше жылдар өткенде Ханның тәуке жарғысында өзгермейтін заң болса, біздің неміз кетеді. Біз тек қана жетістіктерден жетістікке жете береміз. Біздің енді ең көп қатеміздің бірі жаңағы, мен енді ана жолы айтам, тағы да айта кетейін, президентіміздің өзі айтқаны бар ғой, қатені қате дейік, қатені түзетейік. Бұл енді тіл мәселесіне өте сондай жақын болғандықтан менің айтайын дегенім, біз өзі мынау жағымпаз шенеуніктердің арқасында, мынау өзі конституциямыздың алғашқы преамбуласында Қазақстан Республикасы дейді, бірінші бабында. Қазақстан деген не? Стан деген не? Сәйкен Сейфуллин айтқандай, Қазақ Республикасы десек, неміз кетеді, немізген болады. Бұл сол жаңағы сауатсыз жағымпаз шенеуніктердің арқасында еліміздің елордасы Астана болып кетті. Бұл да конституция жазылған. Біз өзі мынау Ақмоламызды, Ерке сұлу есілімізді жаңа Целиноград, Ишим деп өзгертіп жатырмыз. Кездескенде не чаттарда қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн деп амандасқан, тіпті асыл тағамымызды бешбармақ деген бауырларымызға қарап, мен осылардың өзі қазақ па деп ойланамын. Тілдер туралы сөз қозғағанда мына бір мәселеге міндетті түрде тоқталу қажет. Біріншіден, біздің білетініміз, әрбір адамның ана тілі және басқа тілдер ғана болады. Екі-ақ топқа бөлінеді тілдердің барлығы. Басқа тілдер болмайды. Қандай тіл болса да, ел басқару қызметтерінде шенеунік тіліне айналып, бюрократиялық сөйлеу мен жазу мәнеріне айналып, тым құрғақ, ауыр және әдебиетпенен өзара сөйлесуде, публицистикада, тұрмыс қарым-қатынаста қолдануға жарамсыздығынан жоқ жерден
айғай шу шығарып халықты орынсыз күйзеліспен тамауға душар қылып жатамыз. Кім болса да оның әкесінің қаны менен анасының сүт арқылы бойына біткен ана тілі болады. Адамдардың өз тілінен басқа халықтардың да тілі болады. Ұлттың сақталуына да және жоғалуына да болатын ең басты нәрсенің бірі тіл. Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, тіл халық қазынасы, ұлттың жаны, төл құжаты мен бет келбеті болғандықтан тіл мәселесі ұлттың мәселесіне айналады. Осындай теңдесі жоқ, мерей дәрежесі асқар таудай тамаша көркем тіліміздің құтын қашып жүргендердің бірі өздеріміз ғана, басқа ұлттың адамдары емес. Қасиетті ана тіліміздің мәртебесін онан ары көтеріп, қуаттандырып, тұғырлы іргетасын жер сілкінбесе де шайқалмайтындай ету үлкенді кіші бар қазақтың адами міндеті емес пе? Қай ел болса да негізгі тіл сол елдің мемлекеттік тілі болып жариялануы сөзсіз. Сондықтан біздің баптағы жаңағы қазақ тілі мемлекеттік тіл деп, одан басқасын алып тастау керек. Мысалы, көрші Өзбек елінде өзбек тілі конституциясының 4-ші бабы өзбек тілі, басқа жоқ. Әзербайжан тілі де конституциясының 21-ші бабына сай. Түркия елінде конституциясының 3-ші бабы түрік елі. Венгрияда венгр тілі мемлекеттік тіл. Польшада поляк тілі. Жапонияда ресми түрде жазылмаса да басқа, бірақ жалғыз мемлекеттік тіл ретінде жапон тілі қолданылады. Қытайда да Қытай әдеби тілі Путунха конституциясының 10-ші бабында жазылған. Қорытынды, көптеген елдерде мемлекеттік тіл шынымен титулды ұлт тіліне негізделген, бірақ ерекшеліктері бар, әсіресе көп ұлтты мемлекеттерде. Өзбекстанда өзбек тілі деп жаңа ғана айттық. Енді сөздің қорытындысына жүгінсек, бұл басқа тілді білу деген біздің еліміздегі азаматтардың, біздің еліміздің азаматы болғаннан кейін олардың келісім шарт бойынша олардың міндеттілігі. Бұл мемлекет тілін білу міндетті. Ал өз үйіңдесің, қалай болса солай сөйлей бер. Өз тіліңде сөйлесесің ба, басқа тілде сөйлесесің ба. Көшеде, өзара қарым-қатынаста, мемлекеттік органдарда сен кім болсаң да мемлекеттік тілде сөйлеуге міндеттісің. Солай болып жазылу керек. Сондықтан мемлекет тілі деп бірақ қана сөзбен шектелу керек. Одан басқасы болуы мүмкін емес. Мысалы, менің тағы бір айтайын дегенім, кейбір елдерде, мысалы Белоруссия мен Ресейде орыс тілі басым. Мысалы басқа Америка деген ұлт жоқ. Онда Европадан келген кезінде әртүрлі халықтар, олардың мемлекеттік тілі ағылшын тілі. Мен енді бұл тілдерді мысалы білу әрбір мәдениетті азаматтың өзінің міндеті. Мәдениетті болсаң, басқа тілді біле біл. Мысалы ағылшын тілін білу керек, орыс тілін білу керек. Көрші Қытай елі бізге көршілес болғасын, олардың тілін неге білмейміз? Ағылшын тілін ертең Европаға барсақ неге білмейміз? Мұсылман болғаннан кейін араб тілін неге білмейміз? Түркі тілдес болғаннан кейін түркі тілін неге білмеске? Сондықтан жаңағы көп тілдерді білуге үкімет жағдай жасайды дегені қалсын, онан басқасын бәрін алып тастауға болады. Енді мысалы біздің елге басқа елдерден туристер келеді. Оған сен қазақша біл деп біледі, олар өздері де дайындалып келеді, білуге тиіс. Ал өзіміздің елде жүрген қазақша сөйлемейтін орыс азаматтары мен қазақ азаматтарына не дейміз? Олардың міндеті білу керек. Білмедің ба? Олар өздерінің кінәларың. Сондықтан мемлекеттік тіл тек қана қазақ тілі болып аталу керек. Басқа ешқандай қосындының керегі жоқ. Осылай болсақ, иншалла біз жаңағы дінге көңіл бөліп, оны әуелі атап, содан кейін біз преамбуламызда адамның мүдде мақсаттарын шынайы түрде жазсақ, иншалла
қалың елім жұртыма, қазағыма, Мәшһүр Жүсіп бабамыздың болжаған алтын шапан жамылып жүретұғын, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманның ауылда алыс емес дегім келеді. Осы бар айтарым, бауыр. Иә, бұл енді ойлаудың өзіне де бір нәрселер себеп болады ғой. Сіздің осыншама ойландырып толғандыратын бір ойлардың легі негізінен қайдан келеді? Енді бұның негізі менің өзімнің қазақ еліме, халқыма жанымның ашығандығы. Біз неге осындай мүсәпір болып жүре береміз? Араб елдері сияқты неге бай мемлекет болмаймыз? Олай болуға біздің мүмкіндігіміз бар ма? Жердің байлығы жетеді. Сондықтан мынау ата заңымыздағы мынау жерге байланысты меншік түрлі ағаш жері мен су, өзен, көлдер, оның қойнауындағы жатқан байлықтар халыққа тиесілі деудің керегі жоқ. Олардың меншігі оларға халық ие. Халық меншік иесі солардың. Ал үкімет сол жерлерді кәсіпкерлерге, пайдалан дейтіндерге соған құжат дайындап, соларға бір мерзімді уақыт ішінде пайдалануға береді. Олар қалай пайдаланып жатыр, соның барын, өйткені жерді мынау сауда саттыққа салып, біз өзі неше түрлі дау-дамайларға жолықтық. Мынау жерді сауда саттыққа салмаңдар деп ғұлама ғалымдардың айтқандары бар ғой. Солар сауда саттыққа салып көрген күндерін білеміз. Мынау күртелі қайда? Жоқ. Күртелі жоқ. Таулы Бадақшанда не болды? Білеміз. Ертең жалға берген жерің не болады? Ертең оны жалға да беруге, кепілдікке де беруге болмайды. Оған халық иесі, халық бітті. Бірақ сөз. Ал заңда жазылған кейбір заңдарда, кейбір жағдайларда ол басқаша қаралады деген. Оның керегі жоқ. Жердің өзіне, байлықтарына халық ие. Сол байлықтарды шетелдерге сатып отырмыз ғой. Содан бір қор құруымыз керек. Сол қордан халыққа тиесі белгіленген мөлшерде араб елдері сияқты беріп тұруымыз керек қажеттеріне. Енді бүгін кейбір адамдарды қайыршылатып қойдық. Менің ауырып жатқан балама бәлен теңге беріңіздер, көмектесіңіздер деп. Сондай қорлар арқылы сол қажет адамдарға неге бермеске? Сосын мынау біздің заңымызда жазылған білім беру, денсаулық сақтау тегін деп жазылмаған. Тегін деп жазу керек. Одан басқа өйткені басқаша бірдеңе қосса, олар ертең өзгертіп шыға келеді да, сосын жаңағы емдей алмай жүреміз. Мінекей сондай қор құрсақ, мінекей осындай жағдайдан біз оған шамамыз жете ме? Жетеді. Тек қана не керек? Жігерлік керек. Президенттің өзі күшті болғандай 22-ші жылы қаңтар оқиғасын білесіз ғой. Соған жауап берілмеді. Неге жауап берілмеді? Парламентте тыңдалды, бірақ парламентте тыңдалғанменен неге бұлай болды? Оған кепіл, оған түрткі болған, триггері болған 2021 жылы 29-30 желтоқсанда президент күшті болып, барлық қолданыстағы заңдардағы өлім жазасына бұйыратын бапты алып тастады. Сондықтан ол мұнай, сұйық газдың бағасы батыста 2 есе көтерілді ғой. Соның салдарынан болды. Оны Алматыға алып келгендер, енді бізді өлтіру жазасы жоқ. Бізге оны қолданбай, не болса да бір 5-10 жыл отырармыз. Сосын үйтіп удоменен мерзімнен бұрын шығатын не бар ғой түрмеден. Соны қолданып, ертең бостандық аламыз. Ең бастысы біз билікті қолымызға аламыз деген. Міне бұған саяси және құқықтылық баға берілген жоқ. Соның кесірінен жаңағы президенттің өзі айтқан вице-президентті мен тағайындаймын деді ғой. Ол олай болмайды. Оны халық тағайындау керек. Әйтпесе мынаны мен білмеймін кімнің жасаған. Бұның өзі мен шынайы осындай болды. Тоқаев мынау Дариғаменен бірге оған құшақтатып өзіне қолын мойнына салдырып қойды дегенге мен сенбеймін.
бұл жасанды интеллекттің жасауы мүмкін. Бұны жасаған енді Мұхтар Әбіләзовтың қатысы бар шығар, жоқ шығар, оны мен білмедім. Бірақ айтады ғой, өтіріктің өтірігіне сенбе, қисын нәрсес. Бұл мүмкін бе? Егер президент өзі тағайындаса, өзінің көмекшісін, вице-президенттің, бұл осыған әкеліп соқтырады. Сондықтан барлық тұлғалар, президент, вице-президент, бас прокурор, Конституциялық соттың төрағасы, халық банкісі, бас прокуратура, бәрін халық сайлау керек. Халық сайламаса ештеңе де болмайды, ешқандай өзгеріс болмайды. Халық сайламаған жағдайында партияларға рұқсат берсек, менің айтайын дегенім, партиялардың бізде аз ба көп па мәселе онда емес. Бір партия болсын, көп партия болсын, мәселе онда емес. Мысалы, менің айтайын дегенім, депутаттар Гаухар Танашева деген қарындасымызды депутаттық статусынан айырды. Неге? Ол оның жаңа мемлекет басшыларына қолдаған жолдауы, сұранысы. Ол туралы халық партиясының несі басшылары айтып отыр. Ол өзінің міндетін атқарды, енді берген тапсырманы орындады, енді бізге оның керек жоқ сияқты дегені бар. Сондықтан президентті де қайтарып алуға, депутаттарды да қайтарып алуға тек қана халық құқығы. Басқа ешкімге құқық беруге болмайды. Егер құқық берілмесе, ол жаңағы биліктің басындағы отырғандар өздерінің айтқандарын істейді. Басқаша болмайды. Бүгін мінекей 2026 жылдың 4 наурызы. Азақтың қалды дейсіз ғой. Қазақтың күнтізбесі бойынша жаңа жылдың табалдырығын аттағалы отырмыз. Иншалла. Дегенмен қар сықырлап жатыр далада, ал адамзаттың жүрегінде көктемге деген үміт бар. Қазақстан кең дала, ал кең далада айқай емес, келісім естілу керек, дау емес, даналық сөйлеу керек дейміз ғой. Сондықтан да құрметті тыңдарман, сіздерді мен болған бүгін экономист, зейнеткер, шабыт, рух жаңғырығы қоғамдық бірлестігінің мүшесі Хамза ағамыз. Ал енді көрермендерге не тілек айтасыз? Жақсы сөз жарамас деген жақсы тілек айтасыз. Дұрыс айтасың, Нұрбол бауырым. Қазақта мынандай бір сөз бар: жаман айтпай жақсы болмайды дейді. Мен бұл жамандықтарды, мен өзі жаңа конституция заң жобасын көшіріп алып, ән жер, мін жерін, сұрақтарым бәрін қызыл қарындашпенен белгілеген уақытта сол жаңа ата заңымыздың жобасы менен ұялғандай қып-қызыл болды. Бұл жаңағы қателіктердің көпшілігі, жазғандарының бәрінің орынсыздығы, тура жауап бермейтіндігі. Сондықтан менің айтарым, көктем де келіп қалды. Енді 15 наурызда мынау референдум болады. Референдумге мынандай күрделі мәселелері көп сұрақтар қойылмайды. Онда бірақ қана сұрақ қойылу керек. Мысалы, біз енді атом станциясын саламыз дедік. Қандай атом станцияларын салуымыз керек? Мысалы, үлкен әлде шағын, оларға судың да қажеті жоқ. Шағын реакторлар бар ғой, атом реакторлары. Олардан энергияны басқа жерге тасымалдау үшін қаншаған темір бағандар орнатып, линия тартудың керегі жоқ, арзан. Сондай-ақ бірақ сұрақ қою керек. Мысалы, үй салам дегендерге қандай үй саламыз? Көп қабатты үй саламыз ба? Әлде 4-5 қабатты кеңес үкіметі кезіндегідей үй саламыз ба? Көп қабатты үйлерде газ жоқ. Неге? Ол газды тарту оларға қажет емес, кәсіпкерлерге. Ол мұшақаты көп, өте көп жұмыстар. Ән жерде, мін жерде оны үйлестіру керек, заңдастыру керек, бару керек, көрсету керек көп. Ал электр жүйесі, оны қоса салды, содан міне туындаған, бұның кеңес үкіметінде құбырдың керегі жоқ. Әрбір 5 этажды үйге, 2 үйге газ көлдер үлкен қояды. Соған апарып, газбен толтыратын, газбенен жағатынбыз. Неге газы жоқ? Ол тиімсіз. Мінекей, кәсіпкерлердің де
айтқанмен жүре беруге болмайды. Өйткені олар жаңағыдай бір қажеттілікке апарып соқтырады. Соның кесірінен міне бізде электр қуаты жеткіліксіз. Жаңағыдай болса, мүмкін туындар ма еді, туындамас етпесе де, оны мен білмедім. Сондықтан енді 15-ші күні жаңағы референдумға баруымыз керек. Барып, енді не деуіміз керек қой? Мына жаңағы ата заңның егер қабылдап іске қоссақ, қабылданса, қазақ халқы еш уақытта бай қуатты елдердің қатарына қосылмайды. Оған қосылу үшін жаңағы референдумға жоқ деп жауап беру керек. Оны қайта дайындауға уақыт беру керек. 1-2 жыл. Оны дайындағанда қазіргідей емес, мынау қағаздың бетіне 2-ге бөліп. Мынау үкіметтің дайындағаны, не болмаса белгілі бір адаммен бір топтың комиссияның дайындағаны, мына жерде халықтың түзетулері. Мысалы, Қазақстан емес, Қазақ Республикасының халқы деп. Жерге, жер қойнауындағы байлықтарға, халыққа тиесілі емес, оның иесі, ол халық меншігінде болады деп жазу керек. Тек қана халық меншігінде. Оларды пайдалану үкімет өзара келістіріп, оны дайындап жасай берсін. Міне осындай жаңағы жер қойнауынан түскен байлықтарға әдейі арнап халыққа беретін, басқа инвесторларға беретін, олардың ішінде жақсы инвесторлар да бар. Біз енді айтып жүрміз ғой, спекулятивті инвестициялар, алаяқ инвесторлар бар. Міне соларға жол бермеу керек. Сонда барып біз жаңа Мәшһүр Жүсіп бабамыздың айтқандай алтын шапан жамылып жүретін қойсына бостарға жұмыртқалаған заманды орнатуымыз мүмкін. Сол заманда мүмкін біздің ұрпақтарымыздың да өмір сүруі мүмкін. Соны әуелі қолдан дайындап, жасап, сосын оның қабылдығын бір Алладан сұрасақ, иншалла Алла қабыл етер. Өйткені Алла сондай қайырымды, берері шексіз көп. Біз Дәуіттің 30 жылдан кейін болған Сүлеймен пайғамбарды білеміз. Әуелде 9 жасқа дейін өмір сүреді деп беріп еді ғой Дәуіт пайғамбарға. Соңынан кейін ол 52 ма 53 жасқа келді. Нелікте Дәуіт пайғамбар мұнандай әлі 10 жыл өтті, міне 12 жыл өтті, менің балам әлі тірі жүр дегенде, сонда айтты, сен өз балаңды өзің жаныңда ұстамай, өзің халифсің, өзің елшісің, сен анау керуен сарайының алдына тұрғызып қойдың. Бір қолында құмқан, бір қолында леген, білегізген қолында орамалы бар. Ол келген адамдарға қара болсын, қан болсын, құл болсын, кім болсын, оларға су құйдырып қойды. Сонда солардың берген батасы. О балам, өмір жасың ұзақ болды. Не көптің батасын Алла Тағала да қайтармайды. Көп болып осы жаңадан заң қабылдатуды мәжбүрлетіп қабылдасақ, иншалла ойлаған ойымызға жетеміз деп ойлаймын. Тамаша аға. Мынау енді тыңдарман ретінде мен өзіңіздің сөзіңізді қорыта келіп бір ауыз сөзбен айтпағыңыз ғажайып. Қазақстанның болашағы биік ғимаратта емес, биік санада, қымбат технологияда емес, қымбат қарым қатынаста дегіңіз келеді ғой. Рахмет, мына ойыңызбен бөліскеніңізге. Енді жаңа жылда әр үйде тыныштық, әр жүректе сабыр, әр дауда шешім болсын деген ниетпен эфирімізді аяқтайық. Көрермендермен қоштасақ. Сау болыңыздар. Рахмет, айналайын бауырым. Көріскенше күн жақсы.